Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз бір маңызды тақырып туралы тағы да сөйлейтін боламыз. Ол жеміс ағаштарын гүлдеп тұрған кезде суару мәселесі. Енді көпшіліктің маған осындай көп сұрақ келіп түсіп жатады. Гүлдеп тұрған жеміс ағаштарын не істеуге болады? Мысалы, мына жерде гүлдей алша ағашымыз гүлдеп тұр. Қасымыз жер көрінбей тұр, мына жерде алмұрт ағашы гүлдеп тұр деген. Бұл кезде неге қалай суарсақ болады? Немесе суарудың зияны қандай, пайдасы қандай дегенде, осы кездерде бұл кезде суарудың ешқандай негізі зиянды жоқ. Пайдасы мен несін айтып өтейік, пайдасы мен зиян жақтарын. Пайдасы, егер сіздің топырағыңызда ылғал жеткіліксіз болатын болса, онда ол гүлдеген сәтінде көп энергия жұмсайды ағаштар, генеративті органдарын түзу үшін. Сол кезде ылғал жеткіліксіз болатын болса, ол өнімдері кішкене түзілген немесе гүлдері түсіп қалатын болады. Яғни сол кезде сіздің жұмысыңыз негізі ылғал жетіспес болса суару. Одан кейінгі екінші мәселе, біреулер айтып жатады, суарған кезде, еккен кезде гүлдер түсіп қалады, түйіндер түсіп қалады екен дейді. Оған да келетін болсақ, егер де сіз гүлдеп жатқан кезде суарсаңыз, өте шамадан тыс суарып жүрсеңіз, тамыр жүйесінде оттай газайып қалатын болса, онда ағаш ойлайды, мен өлейін деп жатырмын, менде қазір стресстік жағдайда тұр, мен өнімнің біразын төгуім керек, өйткені мен күшім жетпейді деген санада, олардың бойында сондай инстинкт бар, олар төгетін болады, гүлін жемісін төгетін болады. Көрдіңіз, бұл жердегі сосын тағы да бір мәселе, біреулер айтады, тозаңданбай қалады екен деген. Ол да болуы мүмкін, бірақ ол көп жиі кездесе қояды деп ойламаймын. Өйткені судың концентрациясы көбейген кезде, ол жаңағы нектар бар ғой, гүлдерді араларды шақыратын өзіне. Соның концентрациясы түсу мүмкін, тәттілігінің. Сол үшін аралар көп келмейді дейді. Енді ол қатты өнімге әсер ете қойды деп ойламаймын өзім. Бұл жердегі негізгі мақсат енді біздікі суарудың дұрыстап жүйелеуіміз керек. Яғни топырақтың бетін қат күйіп 5 сантиметрден күйіп кеткен болатын болса, онда біз суаруымыз керек. Егер беті ылғалданып жатқан болатын болса, суармай-ақ қоямыз негізі. Осыған мән берейік. Жаңағыда айтқанымыздай, су жетіспесе де гүлін тастайды. Су артығымен көбейіп кетсе, топырақта оттегі жетпей қалса тамырына, ол кезде де гүлін тастайды, жеміс тастайды. Енді ол жерде біздің тағы суарудың тағы бір мәселесі, тек қана үлкен ағаштардың, кішкентай ағаштар болса түбіне құюға болады, үлкен ағаштардың түбіне құюдың негізі қажет жоқ, өйткені оның суды сіңіретін тамырлары өте жан-жақта орналасқан. Сол үшін оны өзінің ағаштың су басқандай болады, бұтақтар қай жерге жететін болса, кемінде сол бұтақтардың деңгейінде суарасыз. Мүмкін болса одан да асырып. Өйткені оның тамырлары жан-жаққа өзінен 2 есе, кейде 3 есеге дейін, үлкен ағаштарда 15 есеге дейін кеңге жайылып кетеді. Өйткені тамырдың басындағы жіпшелері солар ғана негізі қоректелген суды сіңіреді. Қалған жуан болып тамырлар, ол тек қана құбырдың, трубаның қызметін атқарады негізінен. Негізінен осы, енді тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, білгенше жауап беруге тырысамыз.